мұсылмандардың арманы. Бірақ Алла тағала солардың ішінде бізге соны таңдап беріп тұр. Бол, жақсы. Алла жеңілдік берсін. Мен өзімнің уағызымды бір оқиғадан бастайын. Біз Мысырда оқып жүрген кезде ұстазымыз болды. Баршамызға белгілі, 2011 жылы бүкіл араб мемлекеттерінде көтеріліс болып, көп босқындар қашқан еді Сирияда, басқа жерлерден ше. Ол кісі сириялық еді. Сөйтіп Мысырға келді, ғалым кісі. Біз Құдай сақтасын дейді, адасқан ағымдар соғыс, жихад деп сойққа кетіп жатса, олар негізі фитна деп былайынан қашқан ғой негізі, басқа мемлекеттерге босқын болып. Ол кісі сол 2011-де Мысырға келеді. Бір-екі жылдан кейін пайғамбарымызды зиярат етпекші болып, визаға бағанағыдай документтер дайындайды ғой, қағаздарын. Барады, виза бермейді. Тағы әрекет жасайды, бермейді. Не үшін? Себебін айтпайды. Өзі байқасаңыздар, негізі мына әскери адамдар көп сөйлеспейді. Бол, кете бер дейді. Сен түсіндіріп отырмайды саған. Арабтарды сондай бар да, түсіндірмейді саған. Кет, болды дейді. Сөйтіп, не үшін десе айтпайды. Сөйтіп Алланың қалауы 2011-ден бастап бірнеше рет әрекет жасайды, келе алмайды. Осы 23-тің басында, былтыр, осы уақытта бір шәкірті келеді. Ұстаздың. Пайғамбарымыздың қабірдің қасына келіп, пайғамбарға сәлем беріп, енді шейхтің аманатын жеткізеді ғой, сәлемін. Я Расулалла, пәленші деген шейхіміз, ұстазымыз сізге сәлем айтып жатыр. Міне 10 жылдан бері келгісі кеп жүр, бірақ белгісіз себептермен визасы шықпайды. Бірақ сізге сәлемін жолдайды. Сізді зиярат еткісі келеді деп, осылай айтады, кетіп қалады. Басқа еш нәрсе айтпай, осылай пайғамбарға сәлемін жеткізеді, осы нәрсені айтады, кетеді. Сөйтіп, бағана бауырымыз елге қайтады. Елге қайтқаннан кейін әйелі түс көреді. Пайғамбарды көреді, саллаллаху алейхи уассалам. Сөйтіп, түсінде пайғамбарымыз айтады ғой, пәленше деген ұстаздарың есімін атайды. Сол маған зияратқа келсін дейді. Маған зияратқа келсін деп айтады. Әйел түстен тұрады, күйеуіне барып айтады, мен осылай. Пайғамбарымыз көрді, шейхті қонаққа шақырып жатыр, зияратқа шақырып жатыр. Ана шәкірт тұрады да, ұстазға звондайды. Ұстаз, ләббәйк, болды. Пайғамбар шақырса, болды, мен барам дейді ғой. Сөйтіп баған документтерді жинайды, барып тапсырады, Алланың қалауы виза шығады ғой, осы 23-тің Рамазанында. 12 жылдан кейін. 23-тің Рамазанында виза шығады, Алланың қалауы бір ай пайғамбардың қасында болып кетті да. Бір ай пайғамбардың қасында болды. Мұнда келді, умра жасады 1-2 күн. Мен айтайын дегенім, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадисінде не деп айтты? Әл-худжаджу вәл-уммару вафтуллах. Қажылыққа келгендер, умраға келгендер Алланың қонағы деп айтты. Егер олар Алладан сұрайтын болса, дұға ететін болса, Алла олардың дұғасына жауап береді. Егер кешірім сұрайтын болса, Алла тағала оның күнәларын кешіреді деп айтты. Бұл сахих хадис. Имам Тирмизи риуаят еткен. Сіз сұрасаңыз, Алла жауап береді екен сізге. Кешірім сұрасаңыз, Алла тағала кешіреді екен. Мен айтайын дегенім, біз бәріміз Алланың қонағымыз. Ойлаңызшы, сіз мысал ретінде сізге үйіңізге қонақ келсе, сіз қалай оны құрметтейсіз? Алланың мысалы бұдан жоғары. Алланың мысалы бұдан жоғары. Мына құрметті жамағат, мына қасиетті мекеннің әдебін сақтай білу керек. Бұл жерде тіпті кейбір ойдың өзі күнә болып есептеледі деп айтқан. Біз айтып жатырмыз ғой, Харам мешітінде оқылған намаз 100 000 есеге дейін барады деп сауабы. Бір намаздың сауабы 100 000 есеге дейін барады. Пайғамбарымыздың мешітінде оқылған намаз 1000 есе деп келеді хадистерде.
осындай қасиетті мекендерде жүрміз. Сондықтан бұл жердің әдемін сақтау керекпіз. 5-6 күн өткеннен кейін жай бүйтіп Қазақстанда жүргендей болмау керек, абайлау керек ол нәрседен. Имам Мәлик, Алла ол кісінің мейіріміне алсын, пайғамбарымыздың харам мешітіне барғанда, пайғамбарымыздың қаласына, онда харам деп айтады. Мына аяқ киім кимейтін болған екен. Пайғамбарға деген құрмет себепті, сол қалаға деген құрмет себепті, көлікке мінбейтін болған екен. Қажетін қалан сыртына барып өтейтін болған. Әжетханаға отырмайды харамда, сыртқа барады екен. Мен айтып жатырмын, сондықтан олар имам болғанды. Сондықтан олар сондай ғалым болған, сондай дәрежеге дейін жеткенді. Ондай дәреже кез келген адамға берілмейтін. Сондай бір амалы бар да. Әрбір адамның өзі, әрбір мұсылманның Құдай тағалаға баратын бір есігі болу керек. Әрдайым сіз сол бір амал жасап жүру керексіз. Истихфар мысалға. Әйтеуір бір есігіңіз болу керек, Құдайға апаратын сізді. Міне құрметті жамағат, мынақа келгеннен кейін жай жүрмей, уағыз насихатында, осындай іліммен сусындап, мешітке бар 5 уақыт намаз оқып, тауаф жасап, өзі біздерге сырттан келгендерге негізі нәпіл намаздан қарағанда тауаф жасаған абзал да. Неге? Себебі біз елге барған уақытта тауаф жасай алмаймыз. Бірақ не істей аламыз? Нәпіл оқи аламыз да. Бізде қағба жоқ қой. Міне жалпы айтайын дегенім болса, енді біз өзіміздің уағызымызды бастайық, жалпы тақырыпқа өтейік. Мен бүгін Алла қаласа сіздерге иманның шарттарын айтып берсем. Бір күні Омар радиаллаху анху айтады, осылай мешітте бәрі отырған ғой сахабаларымен. Бір кісі кіріп келеді. Әппақ киімді, шашы қап-қара. Денесінде ешқандай бір сапардың әсері байқалмайды. Ешкім бірақ танымайды екен. Пайғамбардың қасына келеді, пайғамбар осылайына тізерлеп отырады. Енді біз сіздерге көрінсін деп отырмыз ғой биікте. Негізі пайғамбарымыз тізерлеп отырған екен. Пайғамбардың алдына тізесін қояды да не істейді? Я Мұхаммед, ахбирни анил ислам. Маған ислам жайлы хабар бер. Ислам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тұрады айтады, ислам дегенің куәлік беруің, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деп. Одан кейін барып намаз оқуың, зекет беруің, Рамазан айында ораза ұстауың, қажылыққа шаман келсе бауыруың деп ислам несін баяндап береді. Одан кейін неге өтеді? Ол садақта деп айтады соңында. Сен рас айттың деп. Бәріміз таң қаламыз дейді. Өзі сұрайды дейді. Өзі кейін растап отырады дейді. Қалай ол сонда? Мысалы, сіз ұстаздан сұрайтын болсаңыз, сіз солай ма деп не істейсіз? Бұл айтқанда бірінші рет естейсіз да жауапты. Бірақ ол кісі бір білетін адам секілді дейді. Одан кейін барып неге өтеді? Иман дегеніміз дейді. Иман дегеніміз Аллаға сену, періштелерге сену. Аллаға сену деген қалай түсінеміз? Алла тағала бар. Алла тағала құдіретті, бүкіл кемелдік сипаттарына ие. Алла тағала ежелден бастау жоқ, соңы жоқ, мәңгі деп сенеміз. Бүкіл кемелдік сипаттарына ие. Негізі байқасаңыздар, көп ғалымдарымыз кітаптарында Алла тағаланың бар екендігін дәлелдеп жүрмейді. Неге? Себебі Алла тағаланың бар екендігін бәрі фитратынан біледі деп айтқан. Осы тұста имам Ашғаридің мынандай бір керемет бір ақыли дәлелі бар да, Алла тағаланың бар екендігін бекітетін. Біз дейді, ең әлсіз кезеңіміз біздің, қара тыңдаңыздаршы, Алла тағаланың бар екендігін ақылмен керемет айтады сіздерге. Қараңыздар, біздің ең әлсіз кезеңіміз қашан болды? Анамыздың құрсағында жатқан кезде болды ғой, дұрыс па? Ең әлсіз кезең сол еді адамилық. Қазір бірақ ең кемел уақыттамыз. Ең кемел уақыт қазір ғой. Бірақ қараңыздар, ең кемел уақытта болсаң да сені өзің еш нәрсе жарата алмайсың дейді. Мысалы, көзім болмаса көз жарата алмаймын, қолым болмаса қол жарата алмаймын. Енді қараңыздар, ең кемел уақытта өзің еш нәрсе жарата алмасаң, онда ең әлсіз уақытта қалай сен өзің жаратасың? Ондай болса не деген сөз? Алла бар да. Алла ақиқат. Міне бірінші сол, Аллаға сену. Екінші, періштелерге сену. Үшінші, кітаптарға сену. Алла тағаланың бүкіл түскен кітаптары кімнің сөзі? Алладың сөзі. Төртінші, елші пайғамбарларға сену. Бесінші, ақырет күніне сену деп айтады пайғамбарымыз. Уалияумил ахир. Баршамыз ерте қиямет күнін тірілеміз. Қабірден тұрамыз, махшарға жиналамыз. Махшарда тұрамыз, барлығымыз тұрамыз. Есеп қисапты күтеміз, 1000 жылдап күтеміз.
Сол уақытта адамдар не істейді? Адам алейхиссаламға барады, шапағат сұрайды. Мына есеп қисап басталсын да, біз деген бұда күннен қиналып кеттік дейді. Мына ауыр күннен қиналып кеттік. Есеп қисап қашан басталады? Біз кімнен не сұраймыз деп не істейді? Адам алейхиссалам. Сен енді бәріміздің атамызсың ғой, ең үлкен сенсің ғой. Адамға жоқ, мен ешнәрсе дей алмаймын дейді. Мен бұл күні Құдайдан қорқып тұрмын дейді. Ешнәрсе мен айта алмаймын дейді. Ибрахимге барады, Нух алейхиссаламға барады, басқа пайғамбарларға, соңында кімге келеді? Біздің пайғамбарға келеді. Әнә ләһә деп айтады пайғамбарымыз. Бұл айтқанда мен шапағат етемін дейді. Сөйтіп басын сәждеге қойып, біз үшін не істейді? Уммати, уммати деп айтады сонда. Ең бірінші үмметім, үмметім деп айтады. Өз пайғамбарымыздың басқа хадистерінде келеді. Бүкіл пайғамбарлардың дұғасы болған дейді. Бірақ мен дұғамды қияметке қалдырым деп айтқан. Сөйтіп не істейді? Пайғамбарымыздың шапағатымен есеп қисап басталады. Ана есеп қисап басталам дегенше пәленбай мың уақыт өтеді ғой. Сол уақытта тіпті дінсіздердің, кәпірлердің өздері не деп айтады екен? Шіркін осы есеп қисап басталып тезірек баратын тозағымызға барса екен деп армандап кетеді екен. Ана ауыр күннен ше. Қатты сондай бір ауыр күннен мен одан да бұл жерде тұрғанша тозағыма кете берейін деп айтады екен. Сол уақытта пайғамбарымыздың шапағатымен есеп қисап басталады. Сонда бұл шапағат пайғамбарымызға ғана берілетін шапағатты. Бұл шапағатты біз әр қайсымыз азан айтқаннан кейін сұраймыз пайғамбарға. Сол шапағатты бұйыр деп. Ертең өз адам баласы Алла тағалаға есеп берген уақытта өзінің амал дәптерін оқиды екен. Мынандай амал дәптері беріледі сізге. Сіз не істейсіз? Өміріңіздің барлығы мына жақта не? Қандай не? Уф дедіңіз, ах дедіңіз ба? Бүкіл нәрсе мына жақта жазылып тұрады ғой. Сол уақытта адам таңғалады екен. Кәф сүресінде келеді. Мына кітап үлкенді де кішіні де қалдырмай барлығын жазыпты ғой деп. Басқа бір аят айтады, сол күні оған кітап беріледі дейді. Айқара ашылған алдына. Сөйтіп не деп айтады? Ялқаху маншура, сөйтіп иқра китабака деп айтады Құран кәрімде. Сөйтіп келеді аят. Иқра китабака, кітабыңды оқы дейді. Сен бүгін өз-өзіңді есеп алуға жеткіліксің дейді. Сондықтан құрметті жамағат, бізде қазір үлкен мүмкіндік бар да. Осы жерде дұғалар қабыл болады. Әрине енді ойламаңыздар бұл, келіп бәріміз шошытып жатыр, қорқытып жатыр деп. Жоқ, кейде адам немен жүру керек? Қорқынышпен үміттің ортасында жүру керек бізде біз. Үмітке де басымдылық бермейміз, қорқынышқа да басымдылық бермейміз, дәл осымен жүреміз. Сондықтан не деп айтқан? Мен Алладан қорқамын, бірақ жүрегім түзу жеткіліксіз деп айтқан. Неге? Себебі амал жоқ та. Біз осының ортасымен жүреміз. Міне осы иманның шарты, одан кейінгі иманның шарты Алланың тағдырына сену. Бұл өте өзі тағдырға қатысты қойылатын сұрақтар өте көп. Алла тағала кім не істейді барлығын білген, сол тағдырды бекіткен барлығына. Сіз қолыңды көтересің ба, қолыңды түсіресің ба, барлығы жазылған кітапта. Жақсысын таңдайсың ба, жаман таңдайсың, сөйтіп Алла тағала баршамызға тағдыр берді. Міне біз сол тағдырдың қазір көрінісі де бұл. Алланың жазған тағдырдың көрінісі осы. Бірақ бізде таңдау бар. Кей адамдар бүйтіп айтады. Бір күні Абдулла ибн Омарға бір кісілер келіп былай деп айтады ғой. Бір адамдар пайда болды дейді. Күнә жасайды дейді. Бірақ соңында Алланың жазған тағдыры ғой деп айтады дейді. Сол уақытта Абдулла ибн Омар қатты ашуланады ғой. Алланың тағдырдың мысалына аспан мен жер секілді дейді. Мына аспан мен жерде сен қалай шығып кете алмасаң дейді. Алланың тағдырынан да солай шығып кете алмайсың дейді. Бірақ мына аспан мен жер ешкімді күнәға итермелемейді ғой, күнә істеді. Алланың тағдыры да солай деп айтқанда. Алла ежелден білді, сен не таңдайсың? Соңғы не тағдыр жазылды лаух махфузда. Бірақ білді сені не таңдайтыныңды. Ертең сол таңдаудан біз жауап береміз. Сол таңдаудан ертең сен ертең қазақ болдың ба, орыс бол, ода сұралмайсың. Немесе ақ болдың ба, қара болдың ба? Себебі ода сізде еркіндік жоқ та. Міне тағдырға иман келтіру дегеніміз осы. Одан кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам бағана Жибрейл алейхиссалам ғой неге сұрап атқан. Ихсан деген не деп жауап береді. Я сізде мысалға білім болуы мүмкін, я сіз Құдайға сенесіз.
бірақ сізде не жоқ? Рухани бір не азық жоқ та. Кейбір болуы мүмкін ондай. Енді не керек? Қараңыз, иманыңыз бар, исламыңыз бар. Енді не керек? Ихсан туралы сұрап жатыр да. Ихсан дегенім сол рухани азық. Жалпылама айтатын болсақ, адам өзін қалай тәрбиелеу керек? Іштей. Мысалы, біз айтамыз ғой, арақ ішуге болмайды. Тағы не бағана, ұрлық жасауға болмайды деп. Бұл сыртқы күнәлар да ол. Сол секілді ішкі күнәлар болады. Одан да адам жоламау керек оған. Көре алмау, ыза, кек, біреу жек көру, біреуге ренжу, рия, бағанағы мансапты жақсы көру, мен дегенді жақсы көру, бұның барлығы мына жүрек ауруы негізі. Бұдан да бағана зинаға қалай жоламау керек болса, бұл ауруларға да солай жоламау керек негізі. Біреу арақ ішіп қалай тәубе ететін болса, мына кінәдан да солай тәубе ету керек негізі. Айырмашылық жоқ оның. Міне сөйтіп сұрап жатыр пайғамбарымыздан, ихсан дегеніміз не деп. Сол кезде пайғамбарымыз не деп жауап берген? Алла тағаланы көріп тұрғандай құлшылық етуің, егер ондай болмаса Алла сені көріп тұр деп не істеу? Солай Аллаға итағат құлшылық жасау деп жауап берген. Бұл не деген? Осыдан міне осы үш нәрседен, ислам дегеннен фиқ ілімі шықты, иман дегеннен ақида ілімі шықты, ихсан дегеннен тасауф ілімі шыққанда негізі. Сондықтан әрбір ілімнің өз бастауы бар. Сөйтіп бағана кісі бәрін сұрайды да, одан кейін қияметтің сағатын сұрайды. Қияметтің сағаты не? Қиямет қашан болады дейді, пайғамбарымыз айтады. Сұраушы сұраушыдан артық білмейді дейді. Бірақ онда оның белгілерін айтады пайғамбарымыз. Белгілерін айтады. Пайғамбарымыз дейді, белгілерін айтады. Ол дейді, күн дейді, өзінің қожайынын туады дейді. Және де бағанағы пақыр, кедей, шөл далада жүрген, киімі болмаған, аяқ киім болмаған адамдар бір-бірімен мынандай биік-биік зәулім үйлерді салуда жарысады деп айтады. Міне бұл қияметтің белгілері. Міне осымен енді хадисіміз тәмам. Алла тағала осы естіп білген нәрселерімізге амал етуді нәсіп болсын. Алла тағала баршаларыңызға разы болсын. Алла тағала біздердің ықыластарымызды, құлшылықтарымызды қабыл алсын. Біліп-білмей істеген күнәларымызды кешірсін. Мен айтам да негізі, қажылыққа келген адам бір 10 күн рухани мектептесіз да сіз. Негізі. 10 күн ол бұл кішігірім бір мектеп қой. Ұстаздары да уағыз айтып отыр ғой. Бір күні не? Иман жайлы айтады, бір күні истихфар жайлы айтады, бір күні сабыр жайлы айтады, бір күні жұмсақтық жайлы айтады, бір күні көркем мінез жайлы айтады, бір күні сынаққа сабыр ету. Былай айтқанда сіз осы 10 күннің ішінде сол нәрселерді барлығын алып, не істеу керексіз? Бойыңызға сіңіру керексіз. Тәрбиелену керексіз, өзгеру керексіз. Біз айтамыз ғой, нағыз Рамазаннан кейін басталады деп. Дәл сол секілді нағыз умрадан кейін басталады ғой. Сіздің бойыңызда көріну керек. Сондықтан осы жерде дағдыланыңыздар. Әрбір жақсы амалға. Таңертең тұрдыңыз ба, тұрған уақытта дұғаны айтыңыз. 2 рәкағат намазыңыз, тахаджуд намазын оқыңыз. Мешітке барғаннан кейін сүннетті оқыңыз. Сүннетпен мысалға парызға дейін дұға жасаңыз. Пайғамбарымыз айтқан, әрбір 2 азанның арасында дұға бар деп айтқан. Әрбір 2 азанның арасында дұға бар. Сонда 2 азан деген сол қаматпен азанды. Әрбір азаннан кейін дұға етіңіз. Әрбір азаннан кейін. Одан кейін парыз оқисыз, парыздан кейін жаназа ниет етіңіз. Пайғамбарымыздың айтып кеткен нелерін, хадистерін, Құранның аяттарын еске түсіріп орындаңыз. Сол кезде бұл амалыңызда ықылас болады. Өз амалдың қабыл болуының 2 шарты бар. Амалдың қабыл болуының 2 шарты бар. Біріншісі ниет ету соны. Бұны Алла бұйырды ғой, пайғамбар бұйырды ғой деп. Екіншісі ықылас. Бұл. Ниет, ықылас. Екеуі жеткілікті. Дәл осылайынан істеңіз, енді қара, ниет етесіз. Дәрет алған уақытта Алла тағаланың бұйрығына бойұсынып жатырмын деп аламыз. Пайғамбарымыз дәреттің үстіне дәрет алу нұр деп айтты. Ертең дәрет алған іздеріңмен қиямет күні шақырыласың. Сол хадистердің барлығын естисіз, көңіліңізден былай айтқанда өткізесіз ғой. Сол уақытта баған дәрет аласыз ғой, дәретіңізді ықыласты ол. Дәреттің өзі де ол жай ғана. Намазға барасыз, пайғамбарымыз қандай хадистер айтып кеткен мына харамға қатысты. Соны ниет етесіз, полды өткізесіз мына бойыңыздан. Мен соған амал етіп жатырмын деп. Сол уақытта адамның несі амалы ықыласты болады. Дәл осылайын жалғасатын болса, әрбір істе осылайын пайғамбардың, Алланың сөзін еске алып жасайтын болсаңыз, 1 айдың ішінде, 1 айдың төңірегінде бар ғой, сізде өзі
бір ләззат ала бастайсыз бұл нәрседен. Әрбір істеген амалыңызда не істейсіз? Алла мен пайғамбардың айтқанын етесіз да, соны өткізесіз. Өзгересіз, сөзсіз өзгеріс пайда болады, ықылас пайда болады. Сондықтан құрметті қажылар, ықылас деген нәрсеге негізі қатты көңіл бөлу керек. Негізі амалдың үлкен кішкентай болуы тікелей сіздің ықыласыңызға байланысты ғой. Пайғамбар хадисте айтып кетті ғой соған. Бір амал 10 еселенеді, 10-нан 700-ге барады, 700-ден ары қарай кете береді деді. Немен болады ол? Ықыласпен болады. Сондықтан амалдың құнды, құнсыз болуы ықыласқа байланысты. Біреулер Құдай сақтасын бір амал істеп тозаққа кетеді да сонымен. Неге? Рия бар да оның амалында. Немесе өз-өзіне таң қалу бар мысалы. Көрдіңіздер ме? Сондықтан 10 күннің ішінде рухани даму керекпіз, өсу керекпіз. Алла тағала разы болсын баршаларыңызға. Ахира дауана алхамдулиллахи rabbil alamin.